Номер 5 Айгөлек бөбекжай бақшасы бойынша балаларды ерте жастан еңбекке және кәсіпке баулу бағытында әртүрлі жұмыстар жүргізіледі. Балабақшада күнделікті күн тәртібіне сәйкес қандай да болсын іс-әрекеттер, ойын арқылы оқыту, экологиялық тәрбие беру барысында баланың жас ерекшеліктері ескеріледі. Балаларды жалпы адамзаттық құндылықтарға баулу, өзіндік дербестік тәрбиелеу, бірігіп ойнауға, топтық жұмыстарды бірігіп жасауға, бір-бірін сыйлап, достарын және үлкен-кішіні құрметтеп, сыпайы қарым-қатынас жасауға, ересектердің кәсіптері мен мамандық иелерін таныстырып, еңбектерін бағалауға тәрбиелейміз. Қолжетімді жұмысты орындау кезінде балалардың бастамасын қолдап отырамыз. Балалардың топты және ойын алаңын таза ұстауға, тәрбиешіге ойыншықтарды тазалауға көмектесу, айналасындағы ойыншықтарға, заттарға ұқыпты қарауға тәрбиеленіп, адамдардың еңбегімен жасалынатын туралы түсініктері қалыптасады. Балаларды көп жағдайда серуен уақытында қоршаған әлеммен таныстыру кезеңінде қауіпсіздікті сақтай отырып, қоқысқа тасталған заттарға жаңа өмір сыйлау үшін өзгерістерді өзінен бастап, экологиялық мәдениет дағдыларын қалыптастыруға жасыл технологияларды, цифрлық және инновациялық тәсілдерді тиімді қолдана отырып, қарапайым ойымдармен табиғатты сүюге, қорғауға тәрбиелейміз. Қоршаған ортадағы барлық нәрсе баланың назарын аударып, оның дамуына көмектесетін етіп, ұйымдастырылуын қадағалауды ұстап отырамыз. Балалар бөлме өсімдіктеріне күтім жасау, оларды суару, жапырақтарды жинау, ауладағы гүлдерді суару, құстарға ұя жасап, оларды тамақтандыруға дағдыланады. Сонымен қатар қоршаған орта балалардың дамуына жұмыс жасауы тиіс. Заттар, материалдар, кеңістікке, қабырғалар және еден бәрі білім беру ресурсы ретінде қолданылады. Балалар үшін физикалық өзін-өзі басқаруды дамыта алатын кеңістік құрамыз. Бала ішкі жоспарда бейнені құруды, қолма-қол іс-әрекеттен болжамды мүмкіндікке ауысуды және қиялдағы мәселелерді шешуді үйренеді. Бұл балаларды мектепке дайындықтың маңызды факторларының бірі болып саналады. Табиғат құбылыстарын бақылау, қарапайым тәжірибелер жасау, өсімдіктермен жәндіктер және жануарларға күтім жасау арқылы балалардың табиғатқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында тәжірибелік әрекеттерді ұйымдастыру біздің балабақшамыз үшін үлкен міндет деп білеміз.